Барлығыңызға сәлем. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз тотығу-тотықсыздану реакцияларын теңестіру. Тотығу-тотықсыздану реакциялары дегеніміз элементтердің электрондары алмасу арқылы жүреді. Электрон қосып алатын элементті тотықтырғыш деп атаймыз, ал керісінше өз электронын беретін элементті тотықсыздандырғыш дейміз. Ал енді ең қарапайым мысал алюминий мен күкірттің реакциясында қарастырсақ. Алюминий плюс С. Аламыз алюминий сульфидін. Жай заттардың тотығу дәрежесі 0, алюминийдің тотығу дәрежесі плюс 3, күкірттікі минус 2. Енді осыны электрондық баланс арқылы теңестіреміз. Алюминий өзі тотықсыздандырғыш болып табылады, яғни 3 электронын беріп жібереді. Алюминий плюс 3-ке шейін. Ал күкірт болса, керісінше 0-ден 2 электрон қосып алады да, минус 2-ке шейін болады. Ол бізде тотықтырғыш болып табылады бұл жерде. Бұлардың орындары ауысып түседі, сонда мұнда 2 келеді, мұнда 3 келеді. Күкірттің алдына 3, алюминийдің алдына 2 қоямыз. Реакциямыз теңестіру. Ал енді күрделірек мысал, мыс пен азот қышқылының реакциясында қарастырсақ болады. HNO3 бізде алынады. Купрум NO3 2 еселенген плюс NO2 газы плюс су. Бізде жай заттардың тотығу дәрежесі әрқашан 0, оттектігі минус 2, мұнда сутектік плюс 1. Енді азоттың тотығу дәрежесін табу үшін оттектің тотығу дәрежесін индексіне көбейтеміз. Одан сутектің тотығу дәрежесін индексіне көбейткеннен азайтамыз. Сонда бізде 5 болады. Азоттың тотығу дәрежесі плюс 5. Оттектікі минус 2, мыстікі плюс 2. Азот қышқылдарының тұздарында ол әрқашан плюс 5 көрсетеді. Оттек минус 2, мұнда плюс 4 көрсетеді. Минус 2, сутек плюс 1. Енді бізде тотығу дәрежесі өзгерген мыс, сосын азот. Бізде мысымыз 0-ден плюс 2-ге шейін тотығады, яғни 2 электронды беріп жібереді. Ал азотымыз болса, керісінше плюс 5-тен плюс 4-ге шейін 1 электронды қосып алып, өзі тотықсызданады. Орындары ауысып түседі, азоттың алдына 2 қоямыз, мыстың алдына 1, яғни жазылмайды. Азоттың алдына 2, азот мұнда 2, 2, 4 болады, мына жерге 4 қоямыз. Мысымыз бізде теңесіп тұр, мұнда сутек 4, мұнда 2 тұр, алдына 2 қоямыз. Енді оттекті санасақ, мұнда 4-ке сөйтсек 12, мұнда 6, 6-ға 4 болса 10, 12. Реакциямыз теңесті. Ал енді одан да күрделірек мысал, феррум сульфатын калий марганец U4 қосамыз. Одан кейін H2S4 қосамыз. Сол кезде бізде алынады марганец S4, одан кейін калий 2S4 плюс феррум 2S4 3 еселенген плюс H2O. Енді мұнда тотығу дәрежесін жазып шықсақ, минус 2, феррумдікі плюс 2. Мұна бағана алдыңғы мысалдағы есептегеніміз бойынша плюс 6 шығады. Мұнда минус 2, марганец плюс 7, калий плюс 1, оттек минус 2, плюс 6, плюс 1, минус 2, плюс 6, плюс 2. Негізі тотығу-тотықсыздану реакцияларын жазған кезде, теңестіретін кезде барлығының тотығу дәрежелерін жазып шығуымыз керек. Себебі біз қайсының өзгергенін осы арқылы анықтай аламыз. Бізде осы не бойынша темірдікі өзгерді, феррумдікі, сосын марганецтікі өзгерді. Феррумдікі плюс 2-ден плюс 3-ке шейін 1 электрон тотығады, яғни 1 электрон беріп жібереді. Ал марганеціміз болса, плюс 7-ден плюс 2-ге шейін 5 электронын қосып алады. Сонда бізде орнын ауысамыз. Мұнда 5 қоямыз. Мұнда 10 қоямыз теңесу үшін.
калий марганецовтардың алдына 2 қоямыз калий теңесу үшін. Мұнда 2. Енді біз күкіртті санап алсақ, мұнда 10 күкірт болып тұр. Мұнда 11 болып тұр. Мұнда 2, 3, оған тағы 15-ті қосамыз. 18. Мұнда 10, мұнда 8 қоямыз. Енді сутекті санасақ 16, мұнда 2 бақ. Мұнда 8 қоямыз. 16 болды. Енді оттекті санасақ 40, 40-қа 8 қосамыз. 48, 48-ге 32-ні қоссақ 80 болады. Мұнда 8, 8-ге 4-ті қосамыз. 12, 12-ге 60-ты қосамыз. 72, 72-ге 8 қосамыз. 80. Реакциямыз теңесті. Тыңдағандарыңызға рахмет. Пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар және каналға жазылуды ұмытпаңыздар.